Енді алтыншы есеп. Жер квадратының ұзындығы 40.075.696 метр. Күннен жерге дейінгі қашықтық 149.597.900. Иә, оқу оңай. Мынау бірліктер, мынау мыңдықтар, мынау миллиондар. 42.400.000 квадрат километр. Азияның ауданы. Жерден айға дейінгі қашықтық 384.401.000 метр. Келесі. Жеті. Цифрлармен жазыңдар. Есіңе түсір. Сен бірінші сыныпқа қай жылы бардың? Енді мені айтатын болсақ, бұл 1999 жыл болатын. Бірінші сыныпқа. Сен қай жылы мектепті бітіресің? Мен уже бітіріп қойдым. Ол 2010-да бітірдім. 11. Келесі. Санды цифрлармен жазып, сонан соң оқыңдар. Ең кіші төрт таңбалы туралы сан. Төрт таңбалы деу керек. Төрт таңбалы болса, ол төрт цифрдан құралады. 0,0,0 деп жаза алмаймыз. Өйткені ол натурал сан болмайды. Сондықтан бізге керегі бір деп жазсақ болады. Бірақ бұл ең кіші натурал сан болмайды. Бұдан да кішісін тапса болады. Ол бізде 1000. Иә, ең кіші төрт таңбалы натурал сан. Ең үлкен алты таңбалы натурал сан, ол болады, үлкен болса бәрі үлкен болу керек, 9000 тоғыздан құралады. Алты таңбалы болса 990.000, 999.999. Үшіншісі, ең кіші сегіз таңбалы натурал сан. Ең кіші болса қайтадан бір болады басында, сегіз таңбалы. Сонда бұл бізде 100.000, ол алты таңбалы, бізге сегіз таңбалы керек. 7 мың керек сонда. Сонда ол да 10 миллион. И төртіншісі, ең үлкен жеті таңбалы натурал сан. Қайтадан тоғыздардан құралады, жеті таңбалы, 7, 9. 9.999.999. Келесі. Санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде екі тәсілмен жазыңдар. Міне үлгісі бар. Былай 9746 деген ол 9000 қосу 700 қосу алды. Немесе 9 мыңдық, 7 жүздік, 4 ондық, 6 бірлік. Енді біріншісі турасы олай болады. 915. Ол болады 4000 қосу 900 қосу 10 қосу 5. Немесе 4 мыңдық, 9 жүздік, қосу 1 ондық және 5 бірлік. Келесі. Біріншісі, екіншісі. 6083. 6000 қосу 8, 80 қосу 3. Немесе былай жасау. 6 мыңдық, 0, 0 бізде жүздік жоқ қой. Сондықтан оны жазбаймыз. Негізінде жазуға да болады. 0 жүздік десе бұл. 8 ондық, және 3 бірлік. Немесе жазбай қойса да болады. Келесінде жазбай қояйық. 3-те. 15.000, 9. 10.000 қосу 5.000 қосу 9. Немесе 10 мыңдық, 5 мыңдық және 9 бірлік.
иә, олар не былай ақ жазып жатыр. Былай да жазса болады, былай да жазса болады. короче артында 9 десе болады, немесе 9 көбейтілген бір. 9 көбейту бір деген сөз, ол 9 бірлік қой, кішкене дұрыстау болады да. иә, өйткені әрқайсысында көбейткіш бар, сондықтан да артында да мына көбейту бір деп жазса болады. мұнда көрініп тұр, мынау бірлік, ондық, жүздік, мыңдық. сол басқаларын енді жазбай қояйын, ол жақта түсінікті шығар. Келесі 10. мынау 0, 1 және 9 цифрларын қайталанбай жазғанда олардан неше үш таңбалы натурал сан құрастыруға болады. Енді 0, 1, 9 үш таңбалы сан. Ол 910, 901, 109, 190. Төрт таңбалы сан жазса болады. Төрт үш таңбалы сан жазса болады. Мұнда жауабы төрт сан. Екіншісі 035. Мына жақтан нөлден сан басталамайды. Иә, бірден, екіден, үштен, төрттен, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыздан басталады, нөлден басталамайды сан. Нөл цифрын жазуға бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Екіншісі тура солай. 305, 350, 530, 503. Бұл жақта да төрт сан құрастырса болады. Иә, әр санды, әр цифраны бір рет қолданамыз. Екі рет қолдануға болмайды. Келесі 11. Мынау тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс? Кез келген натурал саннан бірге кем натурал сан бар. Кез келген натурал саннан бірге кем натурал сан бар деп ойласа болады. Мысалға, 5-тен бірге кем ол 4, 3-тен бірге кем ол 2, бірден кем ол 0. Бірақ бірден кем, бірге кем, бірден бірге кем ол 0, ол натурал сан емес. Сондықтан жоқ, мынау дұрыс емес. Дұрыс емес. Өйткені бірдің алдында натурал сан жоқ. Келесі. Санның ең жоғарғы разряды кез келген цифрымен жазылады. Бұл да дұрыс емес, өйткені 0 ол цифра, бірақ 0-мен жазуға болмайды. Сондықтан да бұл да дұрыс емес. Үшіншісі, бірден өзге әрбір натурал саннан бірге кем натурал сан бар. Иә, бұл енді дұрыс. Өйткені 2-ден кіші 1 ол бір натурал сан, 3-тен кіші 2 ол натурал сан. Бірді біз қолданбаймыз, өйткені жазылып тұр. Бірден өзге. Сондықтан, бұл дұрыс. Және төртіншісі, санның ең жоғарғы разряды 0-ден өзге цифрмен жазылады. Кез келген 0-ден басқа цифрмен жазуға болады. Бұл да дұрыс. Келесі. 12. Ұзындығы 16 метр тоқыма баудан өлшеуіш құралдары пайдаланбай 6 метр тоқыма бауды қалай қиып алуға болады дейді. Демек, 16 метр мынандай ұзындығы бар. Тоқыма бау. Өлшеуіш, демек бізде сызғыш жоқ, өлшейтін зат жоқ. Оны 6 метр өлшеп алуға болады. Бауды не істесе болады? Бауды екіге былай бөлсе болады. Басын үстіге былай. Екі шетін біріктірсе, былай. Екіге бөлсе болады. Мына екеуі тең болып тұрса, мына демек, мынау 8 метр, мынау 8 метр. 16-ны екіге бөлеміз, 8 метр. Енді мынау 8-ді тағы да екіге бөлсе болады. Мына жақта біз қолмен ұстап тұрамыз да, тағы да мынаны бөлеміз. 8-ді екіге бөлсеміз, онда мына жақтан.
мына жаққа былай болады. мына жаққа былай аударамыз. Сонда 4 метр болып тұрады. 4 метр мына жағы, 4 метр мына жағы. Және енді мынау 4 метрді мына жақтан аламыз да қайтадан оны біріктіреміз. Сонда мына жақта 2 метр болады. Сонда бізде мына жақтың бәрі 2 метр болады. Онда қалғаны 6 метр болады. Сөйтіп біз 6 метр тоқыма оауды қиып ала аламыз. Мына жақтан былай кесіп тастаймыз. Түсінікті ма? Жазылуын қалай жазса болады? Жазамыз. Бірінші екіге бөлеміз. Екіге екіге бөлгенде былай айтсам, екіге қиямыз, қимаймыз енді. Екіге бөлеміз. Бөлеміз. 8 метрден метрден қайтадан екіге бөлеміз. 8 метрді 4 метрден үшінші қайтадан екіге бөлеміз. 2 метрден төртінші 8 метрден 2 метрді қиямыз. Сол жерде 6 метр шығады. Түсінді ме? Мына қазір жіппен көрсетейін. Бізде мысалы мынандай жіп болса, 16 метр, оны біз екіге бөлеміз. 8 метрден болады. Содан біреуін аламыз да тағы да екіге бөлеміз. 4 метрден болады. Содан тағы да бөлеміз. Мынау уже 2 метр болады. Енді 2 метр мына жақтан тастаймыз да. Мынау 8 метрден мынау 2 метрді алып тастасақ, сонда мына жағы 6 метр қалады. Есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі видеода келесі есептерді көріңіздер.